Баршаңызға сәлем, сіздермен Айжан. Бүгін сіздермен афган қазанында кешкі ас әзірлейтін боламыз. Афган қазанының ерекшелігі тағам өз шырынында, қысымда, яғни под давлением пісетін болады. Қазанның қақпағы өте мығым жабылады. Көлемі 15 литр. Мынадай 3 клапаны болады. Екеуі негізгісі, тағы бір қосалқы клапаны бар. Ең алдымен пиязды ірі-ірі қылдырып турап аламыз. Картопты да ірі қылдырып тураймыз. Сәбізді осылай турап алдым. Қойдың етін ірі қылдырып тураймыз. Ингредиенттердің барлығын турап алдық. Пияз, қойдың еті, картоп, осындай ірі-ірі, сәбіз, афган қазанын отқа қойып, пиязды осылай қуырып аламыз. Сәбізбен қойдың етін саламыз. Қойдың етін көкөністер өз шырымында піседі. Су қоспаймыз. Дәмдеуіштер кориандр, паприка, қара бұрыш, дәміне қарай тұз. Енді картопты саламыз. Лавровый лист қостым. Жолдасым қақпағын жақсылап қатты жауып берді. Қазанымыз қайнады. Клапандар арқылы бұл осылай қатты шығады. Отын азайтып 1 сағат күтеміз. 1 сағат уақытымыз өтті. Қазанның астын өшіріп қойды. Клапандары арқылы осылай давлениесін шығарып аламыз. Давлениесін шығарып алды. Енді қақпағын ашамыз. Асымыз дайын болды. Иісі керемет. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Дайын тағамды ыдысымызға саламыз. Кешкі асымыз дайын. Қараңыздар, көкөністер жақсы піскен. Әсіресе еті өте жұмсақ, нәзік. Әзірлеген кешкі асымыз ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің рецепттерімді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.